және біздің тікелей кеш жарық құрметті біздің BP компаниясының серіктестері және біздің тікелей эфирге жиналып отырған қонақтарымыз, біздің тікелей эфирімізге қош келдіңіздер. Сіздермен тікелей эфирді таныстырайын деп отырған, ақпараттармен таныстырайын деп отырған мен Райхан Жаманқұлова, Тараз қаласының тұрғыны, BP компаниясының серіктесі боламын, достар. Алдымен ақпаратты қозғамас бұрын, достар, мен қалай естіп отырмын және кім қай өңірден екенін атап өтсеңіздер, қосу деген белгіні қоя өтсеңіздер, өте тамаша болады, достар. Өте жақсы естіліп тұрған сияқтымын, иә, достар. BP компаниясы 2016 жылдың қараша айында құрылды, достар. Негізін құрушы біздің егеріміз, BP компаниясының иесі, ол Дэн Пэтнам деген американдық азамат. Тек қана Америкада емес, Европа елдерінде де, қазіргі таңда TMD елдерінде де өте танымал азамат. Жақында ғана Қазақстанда болып кетті, достар. Өздеріңіз көздеріңізбен көрген шығарсыздар. BP компаниясы 2016 жылы 11 қарашада құрылды. Міне биыл біз 8 жылдық мерекемізді тойламақпыз, достар. 2 айдан кейін, яғни 2017 жылы қаңтардың 15-інде өзі бірақ өнімменен өзін көрсеткен компания. Ол біздің күндізгі тамақ қоспасы Elevate өнімі. Химиясыз, консервансыз, 100% табиғи өнім, және де бүткіл біздің BP компаниясының бірінші күннен бастап сертификаттары бар, лицензиялары бар, әлемдік сертификаттары бар. Сондықтан, достар, ол бірінші күннен бастап халал, веган, кашер сертификаттары, FDA, NASA сертификаттары, және де Америка құрама штаттары, біріккен Швейцария, Германия, 3 елдің әлемдік сертификатқа жатады. Ол елдердің де сертификаттары бар, және де Юта штатының сертификаты, ол әлемдік сертификаты болып есептелінеді. Өйткені біздің өндірісіміз штат Ютада орналасқан, достар. Ал енді біз өнімдерді ең бастан бастап айта жөнелейін, достар. Бірінші біз тапсырысымызды берген кезде, достар, тікелей өзіміздің өндіріске тапсырысымызды береміз. Сол жерде барлығы қаптамада барлығы салынады, және жақын жердегі сіздің пошталық бөлімшеге шейін алып келіп тастайды, достар. Сондықтан біздің ортамызда делдал жоқ, делдал болмағаннан кейін бізде жалған өнім болмайды. Біз тікелей өндіріске тапсырысымызды интернет арқылы береміз, достар. Сондықтан ең бірінші өніміміз ол Elevate өнімі. Құрамында көптеген саңырауқұлақтар бар, кардицепс, ганодерма, шиитаке, және де бакопомания, радиола розовая деген сияқты өнімдеріміз бар, және 30 келі жеміс жидектің сублимациялық сығындысы бар. Ол біздің күнделікті қолданып жүрген өнімдеріміз бар. Оның құрамында алма, шие, брокколи сияқты, қызылша, қызанақ сияқты осындай жеміс жидектеріміз бар, және көптеген микро-макро элементтер бар. Бұлардың бәрін бөлек-бөлек алып жатпайсыздар, достар. Бір кардицепс, ганодерма, кешіріңіздер, кальций, магний, темір қышқылы, цинк, иод сияқты, және де көптеген микро-макро элементтер, және көптеген витаминдер кешені бар. А, Б, С, Д, Е, К витаминдері, иә, достар. Сондықтан Elevate'ті қолданған әрбір адам бірінші күннен бастап өздері күш-қуат сезе бастайды, достар. Күш-қуат сезе отыра өзі бір депрессиядан, стресстен арылады, жүректің қобалжуы нормаға келтіреді, қан қысымның артуы, төмендеу, қанттың артуы, төмендеу, солардың бәрі нормаға келеді. Және де иммунитетімізді өте жоғары деңгейде көтереді, және де 700-ден астам ауруға өз профилактикасын жүргізеді, достар. Одан кейін компания бізге тағы да өнім ұсынды, ол түнгі тамақ қоспасы Accelerate деп аталынады, достар. Бұл да химиясыз, консервансыз, көптеген сертификаттары бар, 100% табиғи өнім. Elevate'ке қараған уақытта Accelerate'іміздің жұмыс істеу құрамы да және жұмыс істеу қабілеті де басқалау, достар. 2 түрлі капсуладан тұрады, біреуі ақ түсті капсула және күлгін түсті капсула, достар.
Құрамында далада өсіп тұрған шөптердің тамырынан алынған сублимациялық сығынды. Яғни алоэ вера да бар, бақбақ өнімі бар, гумин қышқылы бар, өте көп достар. Жаңағы алтей тамыры бар, зімбір, мүкжидектердің түр-түрі бар, энзимдер бар. Сондықтан көптеген өнімдер, шөптердің сығындысы бар, және көптеген микро-макро элементтер мен витаминдер бар. Ақ түсті капсуламыз бізді түнде ұйықтап жатқан кезімізде ұйқымызды тыныштандырады. Яғни біздің ағзамыздағы проблемалар, көптеген проблемалар болады. Қан қысымының артуы, қанттың артуы, солардың бәрі нормаға келіп тұрады. Есте сақтау қабілетімізді нормаға келтіреді, және есту қабілетімізді нормаға келтіріп тұрады. Ал күлгін түсті капсуламызды айта келетін болсақ, бұл ағзамызға керек біздің тазалаушы құралымыз десек те болады достар. Сондықтан құрамында пробиотик, пребиотик, энзим, бұл бізге керек тірі микроорганизмдер, ағзамызға керек тірі микроорганизмдер. Яғни біздің ағзамызда көптеген паразиттер, көптеген шлактар болады, ауыр металдарға шейін болады достар. Сондықтан ішек құрылысымызды, мынау бауыр дейді, өттер дейді, сол жердегі тұрған көптеген шлактарды қоршап алып сыртқа шығарып жіберетін осы екі өніміміз. Яғни бұл екі өнім бізді таңертеңге дайындайды екен. Сондықтан екі өнім бізде базалық өнім деп аталынады. Сондықтан достар, әрбір келген адам осы екі өнімді көрсе өте тамаша, екі өнімді қолданса өте тамаша болар еді деп айтамыз. Енді біздің өнімдерді ғажап өнімдер, 21 ғасырдың ақылды өнімдері деп айтады. Өйткені достар, бұл өнімдерді қолданған әрбір адам күніне 2 литр, 2,5 литр су ішіп отыру керек. Сондықтан өзі де құрамындағы микро-макро элементтер суды сұрап тұрады. Сондықтан достар, мына ақылды өнім деп айтатынымыз да сондықтан. Одан кейін компания, енді сіздер білесіздер, қазіргі таңда ең бірінші орында тұрған ол бір жүрек ауруы, достар. Яғни қазіргі таңда біздің кішкентай бүлдіршіндерімізден бастап ересектерге дейін осы жүрек ауыратын біздің адамдарымыз өте көп. Қазіргі таңда бірінші орын, жүректің ауруы бірінші орында алып тұр, өкінішке орай. Сондықтан достар, қазіргі таңда компания бізге өте тамаша өнім ұсынды. Бұл атына заты сай бикардио өнімі. Яғни жүрекпенен және қан тамырларының нормаға келтіретін осы бикардио өнімі. Бұл бикардио өнімі де адамға күш-қуат береді. Күш-қуат бере отыра қан қысымының, қанттың артуын, қанттың төмендеуін, қан қысымының артуы, төмендеуі болады. Солардың бәрін нормаға келтіреді. Яғни қан ағымын жақсартады, қанның ұюын алдын алады, қанға қоректік заттар мен оттегін жүрек пен қан тамырларының тіндеріне тиімдірек жеткізуге мүмкіндік береді дейді. Сондықтан осы бикардио өнімі әрбір үйде, әрбір отбасында болу керек деп есептейміз. Бұл біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз бен ересектерге де арналған бикардио өнімі. Одан кейін сіздер білесіздер достар, осы бірнеше жыл бұрын әлемдік пандемия басталды. Сол кезде компания бізге арналған өте тамаша өнім ұсынды. Атына заты сай бииммун деп аталынады достар. Мына көрің, иммуномодуляциялық сусын. Яғни мынандай өте тамаша ыдыста, өте ыңғайлы достар. Өлшейтін өзінің қасығы бар. Сондықтан осы өнім қазір біздің магазиндерімізде, яғни біздің кабинеттерімізде тұр. Бұл бізге не істейді достар? Біздің иммундық жүйемізді арттырады достар. Яғни иммунитетімізді қалыпқа келтіреді. Қан қысымының ол да тезірек қан ағымының жақсартады. Вирустар мен бактериялардан, керек десеңіздер, мына инсульт, инфаркттан кейін осыларға да жақсы көмегін тигізеді. Сондықтан біздің бұл да әрбір отбасында болу керек деп есептейміз. Біздің иммундық жүйемізді арттыратын осы иммун өнімі екен достар. Енді бізде өте көптеген өнімдер бар. Қазіргі таңда мына қан қысымының артуына өзі бөлек өнімдер бар. Және салмақты тастауға, салмақтың артып кеткен нормаға келуге, яғни біздің өнімдердің бәрі табиғи формаға келтіреді. Сондықтан былай бағытқа арналған салмақты нормаға келтіруге, яғни салмағымызды жинауға арналған өнімдер бар. Мынау күш-қуатымызды арттыруға өте тамаша өнім бар. Және де біздің осы
компанияның мына тек қана іш микрофлорасына арналған өнім емес, сыртқа да денеге және бетке арналған өте тамаша косметикамыз да бар екен. Сондықтан бізде өте тамаша қаптамаларымыз да бар, патчтарымыз да бар. Сондықтан достар, мына осындай тамаша өнімдеріміз бар. Енді көптеген өнім қазіргі таңда Бепи компаниясы өзі бір ғана өнімменен әлемдік нарыққа шығып кеткен еді. Ол Elevate өнімі қазіргі таңда осы 8 жылдың ішінде Бепи компаниясы бір орында тұрған жоқ. Қазіргі таңда 30 шақты өнім бар екен достар. Енді мына бетке арналған сары суды айта кететін болсақ, бұл косметиканы да айтпай кетпеуге болмайды. Годжи жидектердің жасушаларынан жасалынған өте тамаша өнім Rejuvenate деп аталынады. Әрине, бұл тек қана бетке емес, және теріге арналған. Теріні ең бірінші күннен бастап теріні тегістейді, яғни теріні жалтыратады, теріңізді ағартады, қара дақтармен күреседі, ұсақ әжімдерменен, бертін келе үлкен әжімдерменен, тыртықтарға да болады. Және де өте тамаша бір жері, қазіргі таңда жасөспірімдерде мына безеулер бар, безеудің орнындағы акнелер бар. Соларды да уақыты келе орнын жояды екен. Сондықтан теріні ылғалдандырады және терді күн сәулесінен құрамында SPF бар, теріні күн сәулесінен де қорғайды екен достар. Сондықтан осы Годжи жидектерінің жасушаларынан жасалынған бетке және теріге арналған сары суымыз ол Rejuvenate өнімі екен. Енді достар, осы өнімдерді қолдана отыра тамаша бізде нәтижелер өте көп. Мен өзімді айта кететін болсам, достар, мен Бепи компаниясына негізінде денсаулығымды жөндеймін, денсаулық үшін келген едім достар. Менде көп жылдан бері осы Тараз қаласының біздің аурухананың бірінде мен өзімдің сол жердің тізімінде тұрған болатын, өйткені қан қысым өте жоғары болатын. Осыдан 15 жылдай бұрын, 15-17 жылдай бұрын достар. Сондықтан қан қысым 170 болатын, кейін бертін келе ол 200-ден асты, яғни 235-ке дейін мен қан қысымым артты достар 10 жылдың ішінде. Және қантым да өте үлкен болатын, ол 12-14 болатын. Көзімнің көруі де өте нашар еді достар. Соның бәрін бәрін білген кезде менде мына қалқанша бездің өте жоғары мөлшерде артуы болды. Ол дәрігерлердің айтуы бойынша диффузно токсический зоб деп аталынады. Ол өте бір қауіпті зобтың біреусі екен, қалқанша бездің біреусі. Сондықтан қазіргі таңда осы Бепи компаниясының өнімдерін басында тек қана Elevate өнімін, одан кейін Accelerate өнімін қолдана отыра, қазіргі таңда менің басымда ауырып еді, басым ауырмайды достар. Қан қысым нормада, қантым да нормада. Бұрын 12-14 болған болса, қазір 4-9, 5-1. Көзімнің көруі де жақсарды, және менің қолым ұдайы қалтырап тұратын достар. Ол 7-8 жыл болған, сол қолымның қалтырауы да менде кетті. Енді бұл компанияда мен осы компанияның осы тамаша нәтиже көре отыра достар, өзімнің жақындарыммен, достарыммен бөлісе бастадым. Қазіргі таңда осы тамаша нәтиже алған өзімнің құрбым қазіргі таңда Алматы қаласының тұрғыны, Бепи компаниясының серіктесі, біздің Гүлнар Сәбденбекова деген қызымыз бар. Өзінде және отбасында өте тамаша нәтижесі бар. Сол қызды біз тікелей эфирге микрофонды алуын шақырамыз. Гүлнар, микрофонды ала қойсаңыз, өзіңіздің тамаша нәтижелеріңізбен бөлісе қойсаңыз. Гүлнар? Кеш жарық, мына әріптестер, қонақтар, менің есімім Гүлнара, Алматы тұрғынымын. Енді өзімді нәтижемді айта салайын. Осы өнімді қолдана келе, менің қаным қысым өте жоғары етін, 200-ге шейін баратын. Қазіргі кезде қан қысымым төменде. Естіп тұр ма? Естіп тұр, өстіп тұр. Қазіргі кезде менің қан қысымым төмен түсті, анда-санда кішкене көтерілген болмаса. Менде мынау басымда сақина барады, медицина бойынша мигрен дейді, солым кетті, ангинам. Одан кейін мына мойнымда папилломы бар етін, сол кетті. Сол аяғымда менде косточкам бар еді. Косточкам кетті, мынау осы өнімді ішке келе, и өзімде тағы да бір қосымша өнім бар еді. Ол редженер, варикозым, сол аяғымда косточкам кетті.
өте керемет нәтиже мен алдым. Және де өзім кішкентай бүлдіршін мен немерем 5 айлығында осы өнімді қолдана келе, бетінде мынандай кішкентай 100 теңгеліктей экзема бар еді. Сол экзема осы сығындының 4-5-ке бөліп, 5 айлық балаға 3 айдың ішінде түгел осы беті тұрмақ ма, денесіне қаптап кетіп еді. Бәрі аппақ қазіргі кезде қызым уже садикке барып жүр, ешқандай аллергия ештеңе жоқ, любой продуктыны ішіп жатыр. Енді айтайын дегенім, мынау өнім любой адам ішкен кезде нәтиже 100% өнім алады. Және де ары қарай мен бизнес жасап кеткенім қалай болды? Нежеде жаңадан келген анау біздің оқырмандары, мына енді келгендерге сіздерге айтайын. Мен статуста, одан кейін Инстаграмда осы өнімді салдым. Осындай өнім шығып дей берген кезде менде өзім жаңағы нағашымның қызы и құдағиым. Сонда әр адамнан мен $35 алдым. Жеңіл мынау маркетингіді сөйтіп 2 адамнан $70 алдым мен. Сөйтіп осы өнімді қолданып, сіздерге де осындай өнімді, керемет ғажайып біздің өнімді алыңыздар, қолданыңыздар, керемет бизнес жасауға болады. Өте тамаша. Енді тек қана 2 адамға айтып қойған жоқсыз, қазіргі таңда бизнесқа толықтай бет бұрдыңыз, иә? Иә. Одан кейін айтайын дегенім, қазіргі кезде мен Таразға келдім. Өткенде осы 13-ші бізде мынау қазан айында бізде встреча болады, презентация. Мына біздің көп басшымыз Райхан жүргізеді. Гостиница Жамбылда бізде живая встреча болады. Сағат 14:00-де 2-де нешеде отырған оқырмандар, қарындастарыңыз, өздеріңіз болса, келіңіздер, шақырыңыздар. Сол осы встречада мен де болам. Мен сол үшін біздің осы жаққа келіп, ертеде келіп отырмын. Келіңіздер, қосылыңыздар, таныстарыңыз болса, шақырыңыздар. Соны айта кетейін. Рахмет Гүлнар, өте тамаша нәтиже. Және мына аяқтағы сіздің косточка деп жатсыз ғой, аяқтағы сүйектің тасуы деп аталынады. Және мына қанның ұюлары, солардың бәрі осы Regenerate өнімімен және Elevate тек қана екеуінен ғана кетті ма осы өнімдер? Осы сіздің ауруларыңыз? Осы 2 өнімді Elevate мен күндіз ішіп отырдым, Regenerate кешке қарай ішіп. Өте тамаша. Мына Гүлдар, еңбегіңіз еселене берсін, арта берсін. Қазіргі таңда команда құрып жатсыз. Сол үлкен дәрежелерге өздеріңіздің арман мақсаттарыңызға жете беруге мен тілектеспін. Рахмет Гүлдар. Енді достар, міне көріп отырсыздар, тамаша нәтижелер өте көп бізде. Соның бірі қазір тағы да бізде шығатын өзіміздің командадағы серіктесіміз, ол алтын дәрежесіндегі серіктесіміз. Алматы қаласында Есік деген қала бар. Сол жерде біздің бір тамаша біздің серіктесіміз бар. Ол Асқар Омаровты көптеріңіз білетін шығарсыздар. Білмесеңіздер, қазір Асқар микрофонды алып қой, өзіңді таныстырып, және де тамаша нәтижелеріңмен бөлісе қойшы, Асқар. Қайырлы кеш, достар, серіктестер, қонақтар. Мен атым Омаров Асқар, осы Есік қаласында тұрамын. 5 баланың әкесі. Осы жақта бүкіл отбасымызбен осы өнімдерді қолданып жүрміз. Керемет нәтиже алып жатырмыз бүкіл отбасымызбен. Қолданып, қазір қызым, мамам, балаларым, өзім и клиенттерім, партнерларым күшті нәтиже алып жатқан кісілер өте көп. Біріншіден мен өзімнен, менде катаракта болды, сонымен жүрегімде сколдар болды. Осы сколдар болған кезде 3 капсулын осындай ішіп, тез алатындай результат деп ойлағам ғой, сонымен жүрегімде осындай обострение болды. Сонымен сразу Райхан ханымға звондадым. Райхан ханым, у тебя обострение отыр, ары-қарай іше бер деп. Сонымен ары-қарай мамам да керемет нәтиже алып жатыр. Мамам да варикоз, суставтар ауырған. Сезонный аллергия 6 жыл болды. Суставтар и варикоз болды.
6 жыл қараңызшы, бетін сып, кәдімгідей мына огородқа шығатын кезде мына беті су ішеді. Қазір ондай жоқ. Қазір мама энергично, мына бодрая, өте керемет қазір нәтиже алып жатыр. Соңын қызымда тоже керемет нәтиже. Негізінде средний қызым порок сердца болған, часто обморокке түсетін, басы ауыратын, часто школаға шақыратын мені, мына қызыңызды алып кеттіңіз деп, часто құлай береді деп, мен қызымды алып кететін, сразу скорая шақыратын, ештеңе көмектеспеді. Бірақ осындай өнімдерді қолданып жүрміз. Бүкіл мына LF8 стик, LF8, мына Regener Restore, Regener Sleep. Қызым қазір құламайды, мына бас ауырмайды. Соңын қазір қызым футболист болам дейді да. Негізінде осы диагнозбен осы даже жүгіруге болмайды. Қазір қызым футболист, енді кәдімгідей мына енді уже қатысып жүр между городами, сондай болып отыр да. Балаларым да керемет нәтиже алып жатыр. Балаларым не оқыса да қазір тез алатындай, тез мына не оқыса тез память жақсы болып. Енді кішкентай қызымда тоже, қызым вообще ауырмайды. Ол да искусственница менде, 4 жастағы. Негізінде менде 2 қызым искусственницалар. Солар енді Аллаға шүкір қазір ауырып атқан жоқ. Больницаға бармаймыз, аптекаға жоламаймыз. И керемет нәтиже алып жатырмыз. Тамаша, Асқар, өте керемет, отбасында өте тамаша нәтижелер. Әсіресе жаңағы футболист ортаншы қызың бұрынғы жүрегінің ақауына қарамастан осы өнімдерді қолдана отырып, қазір мына спортпен де айналысып жатыр, Асқар, Сондықтан тамаша. Енді Асқар, бұл жерде тек қана сен өнімдерді қолданып отбасыңмен отырған жоқсың ғой. Сен қазір үлкен алтын дәрежелі серіктессің, компанияның көшбасшысың. Командаңда біраз адамдар нәтижелер алып жатыр. Тек қана денсаулықтан емес, табыс көзінен де алып жатыр. Сондықтан табыс көзіне де қалай келдің? Аллаға шүкір қазір күннен күніне мына енді в том месяце мен где-то $1000 алдым, осы жол $1300 осындай тауып жатырмыз. Аллаға шүкір, мына продажа қосқан кезде бәрі сондай шығады. Өте тамаша, $1300, яғни қазіргі таңда, достар, мына 600-700 мыңдай айлық, достар, бір айдың көлемінде, достар. Сондықтан мына Асқар, құттықтаймын, өте тамаша. Мына бұндай Рахмет. 700 мыңдай айлық, достар, біздің теңгемен шаққан уақытта, ол әркімнің қазіргі таңда мына өздерінің бизнестары бар, яғни традиционный бизнес дейді, сондайлары бар. Жоқ болмаса бір жерде найымда жүрген кісілер ондай айлық көбісі таппайды. Ал Асқар үйде отырып, қолында бір телефон және интернет болып отырып, қазіргі таңда мынандай осындай үлкен бизнесқа қол жеткізіп жатыр. Асқар, құттықтаймын. Бизнесің алға өріне берсін, арман, мақсаттарың орындала берсін, командаңда көптеген серіктестер үлкен дәрежеге жете беруіне тілектеспін, Асқар. Әумин. Міне, достар, көрдіңіздер ма, тек қана бізде осы қазіргі таңда 2 актуалды нәрсе бар. Ол біреуі денсаулық, екіншісі табыс көзі. Сондықтан осы біздің BP компаниясында осы екеуі де бар, достар. Сондықтан BP компаниясы тек қана бізді өнімдермен ғана қамтамасыз етіп қойған жоқ. Қазіргі таңда өте тамаша маркетинг жоспары бар екен. Сонымен таныстыра өтсек, Асқар сияқты бір айдың ішінде $1,500, $1300 табыс табуға кім келіседі? Сондықтан мұқият тыңдаңыздар, достар. Бүгінгі күні BP компаниясы бүгінгі күнге маркетингі ең жомарт маркетинг жоспары бар. Компания өзінің табыс көзінен емес, бүткіл товар айналымнан бізге 80%-ды қайтарып береді. Ең бірінші табыс көзіміз ол рефералдық бонус деп аталынады. Сондықтан $35 қазіргі таңда 17 мың теңгеден асып тұр, достар.
официалды түрде компанияның 8 түрлі табыс көзі бар. Мына $35, ол бізде классика деп аталынады. $35 күнде аласыз ба? Жоқ, бір айда бір рет аласыз ба? Ол сіздің еңбегіңізге байланысты, сіздің жылдамдығыңызға байланысты екен, достар. Сондықтан, мына қараңыздар, компанияда тағы да 1-нен 31-не шейін өте тамаша маркетингі бар. Маркетинг жоспардың тағы да бір түрі ол лайфстайл бонус деп аталынады. Мысалы, сіз келдіңіз, 2 адам компанияға шақырдыңыз, 2 досыңызды шақырдыңыз, компания сізге $35 сол кезде, сол моментінде, достар, $70 төледі. Яғни, мына $70 қазіргі таңда теңгемен шаққан уақытта 34-35 мыңдай айлық, достар. Бір деген уақытта. Не бәрі 2 адам шақырдыңыз. Және 2 адамнан шақырған кезде, соларды үйреткен кезде, достар, компания келесі айдың 15-інде тағы да $100 төледі. Бұл 2-де-2 схемасы болып есептелінеді, достар. Енді 3-де-3 схемасы дегені бар, тағы да бізде өте тамаша схема. Бір айдың ішінде небәрі 3 адамға ақпарат бердіңіз, олар сіздің ақпаратыңызды қабылдады, және қабылдап компаниядан өнім алған кезінде, достар, компания сізге $35-дан $105 төледі. Және де осы 3 адамыңызды дәл өзіңізде үйреттік, достар. 3 адамнан шақырып үйретсек, достар, компания келесі айдың 15-інде $300 тағы да төледі. Алдындағы $105 мен $405 теңгемен шаққан уақытта 200-210 мың теңге, достар. Небәрі 3 адамға айттыңыз, және оларды үйреттіңіз. 4 адамға айтатын болсаңыз, достар, 4 адам шақырсаңыз компанияға, 4 адамнан компания $35-дан $140 төлейді. Қазіргі таңда 68-70 мың теңге, достар. Және де осы 4 адамыңызды дәл өзіңіздей 4 адам шақырып үйрететін болсаңыз, компания келесі айдың 15-інде $500 сізге тағы да төлейді. Алдындағы $140-ға қосқан уақытта $640, теңгемен шаққан уақытта 300-310 мың теңге. Достар, мына қараңыздар, Ал енді 5 адам шақыратын болсаңыздар, 5 адам компанияға шақырсаңыздар, онда $35-дан $175 төлейді компания. Және 5 адамыңызды 5 адам шақырып үйрететін болсаңыздар, компания сізге тағы да $700 төлейді 15-інде. Міне, жақын қалды, достар. Сондықтан алдындағы $175 мен бірге $875, теңгемен шаққан уақытта 430 мыңдай, достар. Көрдіңіздер ма? Бинарыңызбен бірге 500 мыңдай теңге сіз не бәрі 5 адам шақырып, мынандай үлкен табыс көзіне шығып жатсыздар, достар. Ал енді келесіде осы кісілер қайтадан компаниядан өнім алады, ал сізге сондай $100, $300, $500, $700 төлене беретін болады. Енді компания қазір кеше білесіздер, кеше сәрсенбінің сәтті күні бізге компанияның өзінің негізін құрушы Дэн Пэтнам менен және Хесус Альварес екеуі бұрында айтып кеткен болатын, қазір де қайталап айтып жатыр, осы бізге Zoom желісіне тікелей эфирде шықты. Сондықтан осындай небәрі 2 адам шақырып, достар, көптеген үлкен ақшаға жетуге болатындарыңызды тағы да бір айтып өтті, достар. Мына қараңыздар, мына схемада 1-ден 12-ге шейін бөліп қойған, яғни бұл 12 ай, достар. Асықпай 2 адам шақырып, тек қана 2 адаммен жұмыс істеп отырсаңыздар, сіз 1 жылдың көлемінде сіздің 1 айлық табыс көзіңіз $57.300 болады. Ол қалай? Мына қараңыздар, 1 айда сіз 2 адам шақырдыңыз. Достар, компания сізге $71-де $5 төледі. Яғни 34-35 мың теңге. Екінші айда сол 2 адамды дәл өзіңіз сияқты үйреттіңіз, достар. Яғни 2 адамыңызға 2 адам шақырып үйреттіңіз. Компания сол кезде сіздің табыс көзіңіз $121 болды. Достар, көрдіңіздер ма? 3-ші айда сол командамен небәрі 2 адамменен шыққан, достар, мына басқа адам шақырмай-ақ сол 2 адаммен жұмыс істеп келе жатсыз. 3-ші айда сіздің табыс көзіңіз сол 2 адамнан шыққан командамен жұмыс істеп отырсыз, $150 болды. 4-ші айда $210 болды. Қараңызшы, сіздің ай сайын табыс көзіңіз көтеріп келе жатыр. Бұл тек қана 2 адамды шақырып сол командамен жұмыс істеген уақытта. Міне 6-ші ай, 7-ші ай, 8-ші айда сіздің
табыс көзіңіз $3,675 болды достар. 9-шы айда $7,200 болды. 10-шы айда $14,000 болды. Бұл бір айлық біздің табыс көзіміз достар. 11-ші айда $28,750, 12-ші айда $57,330. Достар, бұл табыс көздері бір айлық біздің табыс көзіміз. Яғни $57,330 дегеніміз қазіргі таңда 25-26 миллион теңге достар. Бір айлық табыс көзіміз. Ал осындай табыс көзіне бізде жетіп жатқан серіктестеріміз бар. Достар, сондықтан міне қараңыздар, мүмкіндікті қолданып алыңыздар. Міне тек қана 2 адам шақырып, сол 2 адамменен тек қана сол бағытта жұмыс істей беретін болсаңыздар, соларды үйрететін болсаңыздар, осындай үлкен ақшаға, үлкен табысқа жетуге мүмкіндік бар достар. Сондықтан қалыспайық. Міне $57,330 бұл біздің бір айлық табыс көзіміз болады екен. Ал 12 ай дегенде көзді ашып жұмғанша өтіп кетеді. Ал сіздер бұны қысқарта аласыздар, яғни жылдамдата аласыздар. Бұл 12 айда емес, бұндай табыс көзіне 6 айда да шығуға болады. Сондықтан 2 адамды шақырып, 48 сағаттың ішінде 2 адам оларды үйретіп отырсаңыздар, 2 адамнан шақыруға, сіз мына $57,330 бір айда емес, бір жылда емес достар, 6 айдың ішінде де алуға болады екен достар. Сондықтан мына сіздердің барлықтарыңызға табыс тілеймін, сәттілік тілеймін. Қазіргі таңда осыған мұқият бөліп, 2 адамменен жұмыс істеп отырсаңыздар, осындай үлкен табыс көзіне жетесіздер міне достар. Міне бүгінгі қазақ тілді тікелей эфир біз аяқталып қалды. Аяқтамас бұрын бізде осы маркетинг жоспарын, біздің өнімдерді қайдан таныссам болады, қайдан білсем болады деген біздің қонақтарымызға және біздің жаңадан келген серіктестерге айта кететінім, әр аптаның 5 күнінде дүйсенбіден бастап жұма күнге шейін бізде Zoom желісінде тікелей эфирлер болады достар. Орыс тілінде де болады, қазақ тілінде де болады. Әр сәрсенбі күндері бір айда 2 рет бізде компанияның өзінің негізін құрушы ДНП болмаса глобалды табыс көзінен жаһандық біздің президентіміз ол Хесус Альварес және де көптеген ғалымдар бізде әр сәрсенбі шығып жатыр. Бейсенбі күні қазақ тілінде болады, қазақ тілді біздің серіктестерге және біздің қонақтарымызға сол кезге сол Zoom желісіне көптеп адамдар шақырып отырсаңыздар, осындай үлкен табыс көзіне ие боласыздар және өздеріңіз үйрене беретін боласыздар. Ал енді мен көзбен көргім келеді, кездескім келеді, біздің осы үлкен табысқа жетіп жатқан серіктестермен кездескім келеді дейтін болса, әр жексенбі күнді бізде әр қалада тікелей кездесулер болып тұрады. Мысалы, Алматы қаласында болып жатыр, Астана қаласында болып жатыр. Осы 13-ші күні менің білетінім Алматы қаласында болады және біздің Тараз қаласында болады. Алматы қаласында Астра деген бизнес отельде болады, Желтоқсан көшесі 12-де, және біздің Тараз қаласындағы біздің кездесуіміз ол қонақ үй Жамбыл гостиницасы конференция залда болады. Мынау Төле би көшесінде болады достар. Сондықтан сол жерге келіңіздер. Алдын ала сіздерге анонсты жібереміз. Бүгін түнде анонсымыз дайын болады. Ертең жібереміз барлығымыз. Сондықтан достар, өздеріңіз келіп қана қоймай, өздеріңіздің таныстарыңызды алып келетін болсаңыздар, сондай біздің көшбасшылармен және біздің серіктестермен кездесуге мүмкіндік аласыздар. Мен сіздермен қоштаспаймын, мен сіздерге келесі кездескенше қош сау болыңыздар дегім келеді. Жақсылық жасап жарысайық достар, аман саулықта кездесейік.